Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді, жұмсақ гата печеньесін дайындайтын боламыз. Жасап көріңіздер, өте оңай. Ең алдымен ұнымызға салқын сары майымызды салып, крошка жасаймыз. Яғни қосылатын барлық ингредиенттеріміз салқын болуы қажет. Осылай крошка жасап аламыз. Айранымызға жұмыртқа, шекер, тұз және де сотымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Айранның орнына йогурт немесе қаймақ қолдансаңыздар болады. Өз қалауларыңызбен, немесе жартылай айран, жартылай йогурт, үйлеріңізде не бар, соны қолдансаңыздар болады. Барлық массамызды жақсылап араластырғаннан кейін ұнымызға құйып, қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін екі бөлікке бөліп, пищевой пленкаға немесе салафанға салып, холодильникке жарты сағатқа қалдырамыз. Қамырымыз дайын болғанға дейін салмасын дайындаймыз. Екі қамырға екі түрлі салма жасайтын боламын. Біріншісі, ұнымызға салқын сары майымызды салып, крошка жасап аламыз да, оған қантымызды салып араластырамыз. Бұл бірінші салмамыз. Ал енді грек жаңғағын блендермен ұсақтап аламыз. Сосын оған да қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бұл екінші салмамыз болады. Қамырымызды барынша төртбұрышты формада жайып алған дұрыс. Қамырымызды жайып болғаннан кейін жұмыртқамызды жағып шығамыз. Бұл салмасының шашылып кетпеуін жұмыртқа ұстап тұрады. Жұмыртқамызды жағып болғаннан кейін салмасын бір келкі қылып жайып ішіне салып шығамыз. Осылай орап аламыз қамырымызды. Сосын шеттерін жабыстырып шығамыз, яғни ашылып кетпеу үшін. Өткір пышақпен қиғаштап кесіп аламыз. Табамызға салып, және екінші қамырымызды жайып, оны да осылай істеп шығамыз. Екінші қамырымызды да төртбұрышты пішінді қылып жайып алып, арасына начинкасын салып шығамыз. Яғни салмасын салып шығып, орап шығамыз. Және де бұны қиғаштап кесіп, табамызға саламыз.
табамызға салғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Сосын вилкамен видеодағыдай істеп узор саламыз. 180 градуста қызып тұрған пешімізде 20-25 минут, яғни беті қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен печеньеміз дайын, жасап көріңіздер, өкінбейсіздер, өте дәмді шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.